бір ситуация бар, жаңа жылдан подарок алғанымыз. Таңертең ұйқыдан тұрдық, часосын не помню, бірақ жаңа жылдың кезі зал тамға кірдік. Сонда шырша тұрған, астында подаркілер тұр. Кеше ғана жоқ еді, бүгін тұр. Мама айтады: сендерге Аяз ата подарок қалдырып кетті ғой дейді. Сонда мен 4-ші класс или 5-ші классым, уже ес біліп қалған баламын ғой. Мен бірақ сендім ғой соған ше. Аяз ата подарок тастап кетті дегенге. Мама айтты: мама, шынымен Аяз ата бар ма? Аяз ата тастап кетті ма десем. Иә балам, Аяз атаның подаркасы ғой, мына алыңдар, сендерге Аяз ата қалдырып кетті деп. Бізге де қашта қалдырып кетті деп. Сосын папа кешке келіп, ол да цирк ойнайды. Шынымен де Аяз ата қалдырып кетті, күшті ғой, сендерге подарок беріпті ғой деп. Біз оған мәзбіз, короче. Сосын достарымызбен бөлісеміз оны. Олар үстімізден күледі: ондай мүмкін емес, Аяз ата деген не существует деп. Біз айтамыз: жоқ, міне Аяз ата бізге қалдырып кетті деп. Сондай қызық кездер болған. Ең бір андай эмоция ғой балалық шақта. Сол үшін балаларыңызға мүмкін болса сондай кішігірім сыйлықтар жасап, пока мен вот чудоға сенеді ғой, волшебствоға, ол мүмкін кейін өскеннен кейін түсінетін шығар, бірақ әзір күшті эмоциялар болады. Ең важный нәрсе.